Қазір пациенттің төсекте жатқан пациенттер үшін төсек жаймаларын ауыстыру туралы іс-әрекеті пациенттің ортасына үйрететін боламыз. Жалпы ауыр халде жатқан пациенттердің төсек қалпы олардың жасай алатын қимыл қозғалыстарына байланысты төсекті ұзыннан ауыстырып және көлденең ауыстыру екі тәсілмен жүргізіледі. Қазір біздің қолданатын тәсіліміз бірінші ұзына бойына төсекті ауыстыру. Бұл дәрігердің рұқсатымен төсектің үстінде қимыл қозғалысын жасай алатын пациенттер үшін тағайындалған. Мақсатымыз пациенттің жеке бас гигиенасын қамтамасыз ету үшін және өлімнің алдын алу үшін жүргізіледі. Пациенттің ұзына бойына төсегін ауыстыру үшін бізге қажетті таза төсеніштердің жиынтығы және лас төсеніштерге арналған арнайы қапшық болуы керек. Содан кейін өлімнің алдын алуға арналған бірнеше жастықшаларды әзірлеп аламыз. Бірінші пациентке қазір төсекте оның төсек жаймасын ауыстыру керек екендігі туралы түсіндіреміз. Содан кейін келісімін аламыз. Пациенттің төсегін ауыстыру үшін бірінші қолымызды жуып және резеңке қолғапты киіп аламыз. Содан кейін пациенттің басындағы жастықты алып, пациентті төсек үстінде жастықсыз шалқасынан орналасу керек екендігін айтамыз. Пациент төсектің үстінде жастықсыз орналасты. Содан кейін пациентті төсектің бір бөлігіне қарай жылжып жату керек екендігі ескертеміз. Бұл үшін бірінші пациентті екі қолын кеудесіне ұстаймыз. Пациенттің бір аяғын сол аяқ бөлігін тізесінен бүгіліп, пациентті төсектің үстінде бір қырынан жату керек екендігі туралы ескертеміз. Ыңғайлы етіп пациентті жатқыздық. Содан кейін пациенттің астындағы лас төсеніштерді аламыз. Матрастың астыңғы бөлігінен лас төсенішті босатып аламыз және оны шиыршықтап пациенттің арқа бөлігіне дейін, яғни кереуеттің орта деңгейіне дейін шиыршықтап жинап аламыз. Кереуеттің орта бөлігіне дейін лас төсеніш жиналды. Алдын ала таза төсеніштерді шиыршықтап алдын ала дайындап аламыз, себебі пациенттің жанында ұзақ уақытты алады. Шиыршықталған таза жайманы алдық. Пациенттің отбасы мүшесінен көмек керек екендігін ескертіп және оны үйретіп түсіндіріп тұрамыз. Таза жайманың бос бөлігін матрастың астына бірінші бекітіп алдық. Бекітуіміз керек. Таза жайманы лас жаймаға дейінгі аралықта жаямыз. Пациентті бірінші шалқамен жату керек екендігін ескертеміз. Пациент бірінші шалқасынан жатады. Содан кейін пациенттің қолын кеудесіне ұстаймыз. Енді оң жақ аяғын тізеден бүгу керек екенін ескертіп, иық бөлігінен және тізе бөлігінен ұстап пациентке жылжу керек екендігін ескертеміз. Лас таза төсеніштің үстіне пациент бір қырынан жаттады. Содан кейін лас төсенішті шиыршықтап жинаймыз. Және оны лас төсеніштерге арналған арнайы қаптың ішіне саламыз. Пациенттің астында орналасқан таза жайманы аламыз да төсектің үстінде қыртыссыз жайып шығамыз. Өлімнің алдын алу үшін төсектің үстінде қыртыстың болмауын қадағаладық. Жайманың таза бөлігін матрастың астына бекітеміз. Ол шығып кетпес үшін. Пациентті төсектің үстінде қайтадан шалқасына жатқыздық. Аяқ бөлігін түзу орналастырдық. Қолын ұзына бойына жатқызамыз. Пациенттің басына жастығын саламыз. Жастық тұсты бірінші алмастырып аламыз. Ауыстырылған жастық тұсымызды лас төсеніштерге арналған арнайы қапқа салынды. Таза төсеніштердің ішіне жастық тұсымызды алып, пациенттің жастығын ауыстырып береміз.
ауыстырылған төсеніштердің ылғалды болмауын және қыртыссыз болуын қадағалаймыз. Пациенттің мойнынан көтеріп, пациентті төсек үстінде жастыққа қоямыз және оны ыңғайлы жатуын қадағалаймыз. Пациенттен жату қалпының ыңғайлылығын сұраймыз. Оның қолын ұзына бойынан тік орналасуын, аяқ бөлігінің тік орналасу керек екендігін бақылаймыз. Содан кейін таза жайлауын алып, пациенттің үстін жабамыз. Қажеттілігіне байланысты бұл. Пациенттің үстін таза жайлаумен жабамыз. Төсекте ыңғайлы жатуын қадағалаймыз. Енді бұл төсекте бірнеше іс-қимылды орындай алатын пациенттерге арналған төсекті ұзынын ауыстыру тәсілі. Енді қазір бізді төсекті көлденең тәртіппен ауыстыру алгоритмін пациенттің ортасына үйренеміз.